Кірпі шешен. Бір уақытта кірпі шешен қара жыланға келіп айтыпты: мені қара жылан аз уақытқа үйіне кіргіз депті. Қара жылан кіргізіпті. Кірпі шешен үйге кірсе, үйген соң қара жыланның балаларына қиын бола бастапты. Сонда жылан айтыпты: сені мен әншейін біразға жібергенмін, енді кет, сенің инелерің балаларымның үстіне қадалып ауырып тыныштықты кетірді депті. Сонда кірпі шешен жауап беріпті: үйген кімнің тынышы кетіп қиын болса, сол кетер, маған қиын емес, осында тұруға болар дейді.